31 мамыр саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алу күні болып, 1997 жылдан бастап бекітілген болатын. Ашаршылық пен саяси қуғын-сүргін ел есінде өшпесте із қалдырған тарихи оқиғалар. Тарих беттеріне үңілсек, елдің қабырғасын қайыстырған ақтаңдақ тұстары жетерлік. Асыра сілтеу болмасын, аша тұяқ қалмасын деген ұжымдастыру ұранымен науқанға кіріскен белсенділердің әрекетінен халық жаппай ашаршылыққа ұшырап, миллиондаған қазақ қырылып, ұлт ретінде жойылып кету қаупінде тудырды. Әсіресе 1929 жылдан басталған ашаршылық елімізге тигізген зілауыр. Одан кейінгі орын алған саяси қуғын-сүргін қазақтың талай арыстарын жалмаған болатын. Халықтың қамын ойлаған зиялы азаматтарымыз бір түнде репрессия құрбандарына айналғандар қаншама. Қазақ еліне алдымен алаш қайраткерлері тұтқындалып, оларға ұлтшыл деген айып тағылды. Ұлтымыз өзінің аса дарынды, білімді, ұлтжанды тұлғаларынан айырылды. Қаншама зобалаң жылдарда бастан кешкен, қазағымның әрқайсының айтқан зары, кешкен мұңы, жүріп өткен тар жолдары бәрі бүгінгі ұрпақтың құлағында, жүрегінде. Бүгінгі тәуелсіз Қазақстан сол зұлмат жылдардың құрбандарын еске алып, олардың рухына тағзым етеді. Бұл тарих алдындағы парыз, ұрпақ алдындағы аманат. Әрбір қазақ сол қасіретті жылдарды ұмытпай, өткеннен сабақ алу тиіс. Біз сол бір күңгірт жылдарды есте сақтай отырып, ел болашағы үшін бейбіт өмірді қадірлей білейік. Себебі тарихты ұмытпау ұлтқа жасалған ұлы құрмет.